Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен Жаке Production арнасы. Бүгін сіздерге Instagram'нан қалай видео жүктеуге болатынын айтатын боламын. Бүгінгі видеода екі способын, яғни екі жолын айтатын боламын. Видео жүктеудің және де фото жүктеудің жолдарын айтатын боламын. Мен екі жолын көрсетем. Бірінші программа арқылы жүктеу, яғни Instaget программасы арқылы. Ол программаны Play Market'тен тегін жүктей аласыздар. Play Market'ке кіріп, ағылшынша қазір көрсетем. Ағылшынша Instaget десеңіздер, неке бірінші осы шығады. Осыны жүктеп алсаңыздар, осы программа арқылы скачать ете аласыздар. Қазір толығырақ қалай скачать ететінін айтатын боламын. Видео немесе сурет скачать ету үшін бұл программа арқылы өзіңіз қалаған суретті немесе видеоның сілтемесін осылай үш нүктеден басып, копировать ссылку батырмасын басып жүктеп аласыз. Одан кейін программаны егер ашып қойсаңыз, автоматты түрде өзі бірден жүктеліп кете береді. Ал егер ашылмаса, программаға кіресіздер. Кіргеннен кейін осылай шығады. Осы жерден скачать деген болады, жерде соны басып жүктеп ала аласыздар. Видеода дәл осылай жаңағындай істеп, осы жерден скачать батырмасын басып жүктей аласыздар. Ал енді программасыз тәсілінде өкінішке орай суреттерді жүктей алмайсыздар. Тек қана видео жүктеулеріңізге болады. Бірақ бұл өте керемет, өте керекті сайттардың бірі. Ол сайттың аты Save From деп аталады. Google-ға осылай Save From-ды жазсаңыздар, ең бірінші поискте шығып тұрады. Бұл сайт арқылы сіздер қазір барлығын айтып кететін боламын. Мінекей поддерживаемые ресурсы, мінекей YouTube-тан видео жүктеулеріңізге болады. Brick.com, Vimeo, Mail.ru, Смотри, Яндекс, Twiko, және де Facebook, VK, Одноклассник, SoundCloud, бірінші ТВ, көптеген біраз социальный сеттерден, яғни әлеуметтік желілерден көптеген видеоларды жүктей аласыз. Бұл жерден қалай жүктейді деген сұраққа жауап беріп кетейін. Инстаграмға кіресіздер, өздеріңіз қалаған видеоның ссылкасын копировать етіп аласыз. Қазір көрейік. Неке мысалға мынаны үстін басамыз, копировать ссылку. Неке копировать етілді. Мына программа ол жүктеп жатыр. Некені қойсыздар, вставить. Мына сілтеме астына қарай басасыздар. Неке сәл реклама шығады енді. Одан кейін мына жерде пайда болады мінекей. Скачать MP3 батырмасын басып жүктей аласыздар. Менің ойымша программа оңай секілді. Ешқандай сайтқа кіріп, ыңғайсыз болмайды. Бірден программаға кіріп, сурет те видеода оңай жүктей ала бересіздер. Видео қарағандарыңызға рахмет. Егер де ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.